Енді осындай автотексерудің екінші жолы, жаңа бірінші жолы мына тексеру дегенде дұрыс қате деп лейбл арқылы жасадық, жазу шарт. Ал екінші жолы мында ортада жазылған әріптің түсінің өзгеруі. Тексерген кезде дұрыс болса жасыл болады, қате болса қызыл болады, жаңағы жазған әріп. Оны жасау үшін тексеруді екі рет чертеміз. Мінекей бағанағы кодымыз тұр. Мына жерді өшіріп тастайық. Мінекей. Егер текстбоксқа Е деп жазатын болса, онда сен текстбокс 1 точка, онда фокалар дейміз. Түсі деген функция. Точка фокалар. Неге фокалар тең болады VB green. Жасыл түске өзгереді. Else болмаса текстбокс фокалар түсі VB red дейік. Қызыл түске өзгереді, деп жазамыз. Ал тексеру батырмасы осы болды, ал тазалау батырмасы мынандай болады. Мінекей, текстбокс 1 текст пустая графа болсын дедік. Текстбокс 1 фокалар, оның түсі қара түс, VB black деп жаздық. Қара түске қайтадан қайтып келсін деп көрсеттік. Осылай пустая графа және қара түс болсын деп өзгертеміз. Тексеріп көрейік. Қате болды, қызыл болды басынан. Мына жерде артық элементтер болса өшіріп тастайсыздар. Сосын барып жазасыздар. Тексеру жасыл болды. Мінекей жасалынды.